Самара-Шымкент тас жолында жол апаты болып бір әйел қайтыс болды. Kia Rio автокөлігінің 58 жастағы жүргізушісі жолдың тайғақ бөлігінде арыққа түсіп кетіп аударылып қалған. Жол көлік оқиғасы салдарынан жолаушы 64 жастағы әйел оқиға орнында қайтыс болды. Жүргізуші мен оның әйелі медициналық мекемеге жатқызылды. Барлық қонақтар мен көлік жүргізушілерін ауа райының күрт өзгеруіне байланысты, жолдың тайғақтығына байланысты жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Полицейлер 20 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген шетелдікті ұстады. Жетісай ауданы аумағында полицейлер ауыр қылмыс жасаған үшін іздеуде жүрген Өзбекстан азаматын анықтап ұстады. Ер адамға 2002 жылы көрші мемлекеттің аумағында кісі өлтірген үшін халықаралық іздеу жарияланған. Полицейлер ер адамнан тіркелмеген қару мен оқ-дәрілерді тәркіледі. Браконьерлік фактілерді анықтау және жолын кесуге бағытталған браконьер жедел профилактикалық іс-шарасы аясында Кентау қаласының полиция қызметкерлері атыс қаруын заңсыз сақтау фактісін анықтады. Іс-шара барысында полицейлер Охотзоопром мекемесінің инспекторларымен бірлесіп таулы аймақта жергілікті тұрғынды тоқтатты. Тексеру барысында тәртіп сақшылары ер адамнан тіркелмеген аңшы мылтығы мен патрондарын тәркіледі. Тіркелмеген қару анықталып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 287 баптың 3-ші бөлімі қылмыстық қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысының полицейлері 3 күн ішінде 350-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Мәселен, Шардар ауданында 2 жүргізуші көлікті мас күйінде басқарған. Олар қамауға алынып айыппұл салынды. Сондай-ақ көлік басқару құқығынан айырылады. Тағы 2 жасөспірім жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарған. Түркістан облысының полицейлері жүргізушіден марихуана тәркіледі. Бадам ауылындағы көршілердің бірінде тәртіп сақшылары ВАЗ-2109 көлігін тоқтатты. Тексеру барысында учаскелік инспекторлар жүргізуші күртешесінің қалтасынан есірткіге ұқсас ішінде өсімдік тектес заты бар буманы тәркіледі. Полицейлер тәркіленген заттай дәлелдемелерді сараптамаға жіберді. Қорытындыға сәйкес есірткі заты жалпы салмағы 6,5 граммнан асатын марихуана болып шықты. Сараптаманың қорытындысына сәйкес зерттеуге ұсынылған өсімдік есірткі заты, яғни кептірілген марихуана болып табылды. Оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы 2-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу-тексеру амалдары жүргізілуде.